Өт тасы аурулары туралы не білеміз? Өт тасы ауруларының белгілері және оны болдырмау шаралары. Өт тасы ауруына әлемдегі әрбір 7-ші адам шалдығады. Түрлі себептерден пайда болған тастардан өт қалтасының қабынуы. Бұл аурумен көбіне әйелдер шалдығуының себебі организмдегі гормоналды үдерістерге қатысты. Бұл ауру жас талғамайды. Көбінесе ересектерде байқалғанымен, хирургиялық тәжірибеде жасөспірімдердің де өтінде тас пайда болып, өт жолдарына тұрып қалып, қатты қабындырған жағдайлар кездеседі. Ғалымдардың айтуынша, тек қана өсімдіктермен қоректенетін вегетариандықтар өт тас ауруына шалдықпайды. Себебі олар құрамында холестерині көп ақуызды тағамдарды пайдаланбайды. Ақуыздың құрамында холестерин көп болса, өт тас ауруына шалдығу қаупі де жоғары болады. Өт тасының құрамына көптеген органикалық және бейорганикалық заттар кіреді. Олардың негізгі компоненттеріне холестерин, билирубин, ет қышқылдары, ақуыздар, гликопротеидтер, түрлі тұздар, кальций және басқа да органикалық және бейорганикалық қосылыстар енеді. Өттегі тастардың құрылымы және түстері олардың құрамына байланысты. Тастардың пішініне қарап және түсіне қарап, ол қандай тұздардан құралғанын білуге болады. Өт тасы қабынуының белгілері. Холецистит әдетте созылмалы және жедел түрге бөлінеді. Созылмалы холециститте науқастың оң қабырғасының асты сыздап ауырады. Онысы жауырын ортасына оң қолға беріледі. Бұл белгілер әсіресе майлы, қуырылған тағамдардан кейін жиі білінеді. Кейде жүрегі айнып, лоқсып, қысуы да мүмкін. Уақыт келе бұндай шаншу жиілей түседі. Ультрадыбыстық аппарат арқылы тексергенде өт қалтасындағы тасты немесе көптеген әр көлемді тастарды анықтауға болады. Сонымен қатар ет қалтасының қабаты қабынып, қалыңдай түскенін байқау қиын емес. Созылмалы холецистит, яғни ет қалтасының қабынуы бірнеше жылдар бойы созылып жүре беруі мүмкін. Бірте-бірте оң қабырға астының сыздап ауруы жиілеп, сырқат адамның әбден мазасын алады. Уақыт өте келе өт тас ауруы асқынып, майда өт тастар негізгі өт жолдарына түсіп, өттің жылжуына кедергі жасап, кейде мүлдем бітеп, науқастың денесін сарғайтуы ғажап емес. Мұндай кезде жедел хирургиялық ем қажет. Өт қалтасының ішіндегі тастармен қоса алып тастайды. Өт жолдарын бітеп қойған майда тастар алынып, өт жолдары түтікшелері қалпына келтіріледі. Ал жедел холецистит аяқ астынан оң қабырға астының шаншып ауруынан басталады. Ауру бірте-бірте меңдеп, белгісі қатая түседі. Науқас жүрегі айнып құсады, қан тамырын соғу жиілеп, дене қызуы көтеріледі. Бәзбір кезде аузы құрғап, іші кебе бастайды. Кейде денесі, көздерінің ағы сарғаяды. Бұл дегеніңіз өт қалтасы қабынып, өт жолдары ісініп, іріңдей бастағанының белгілері. Егер ауру асқына берсе, тастар өт қалтасын тесіп, өт іш қуысына құйылады. Науқасты уақыт оздырмай ауруханаға жеткізген абзал. Дәрігерлер тексеріп, ауруын анықтаған соң ота жасалынады. Онсыз дерт асқынып, іш қуысы қабынып, денсаулыққа зиян келеді. Ондай жағдайда адам өміріне келер қауіп арта түседі. Әрине, ауруды асқындырмай, өт қалтасында тас бар екені анықталса, уақыт оздырмай ота жасатып, өт тастардан құтылған дұрыс. Асқынған ауруды емдеу әрдайым қиынға соғады. Өт тас ауруын болдырмас үшін не істеу керек? Өт тас ауруын пайда болуы сіздің тамақтануыңызға тікелей байланысты. Егер құрамында холестерині көп тағамдар пайдалансаңыз, ауруға шалдығу қаупі басым болады. Ал егер керісінше жасасаңыз, өтіңізде тастардың жиналып қалуынан құтыласыз. Видеода вегетариан адамдардың бұл аурудан зардап шекпейтінін айттық. Бірақ сізге өт тас ауруына бола жейтін етіңізден бас тарту шарт емес. Бар болғаны көкөністер мен түрлі жаңғақтарды, апельсин, мандарин секілді жемістерді және бұршақ тәріздес дақылдарды көп жесеңіз жарап жатыр. Құрамында холестерині көп тағамдарды атап өтетін болсақ, оларға майлы ет, шошқа майы, шұжықтар, сары май, балық консервілері, майлы сүт, қызыл уылдырық, сусындардан алкоголь, тәтті компот, сироп қосылған газды су, коктейльдер, кофе жатады.
Осы тағамдарды жиі пайдалансаңыз, өт тасы ауруына себепші болуы мүмкін. Сондықтан да денсаулығыңыз өз қолыңызда екенін және халқымыздың жиі айтатын ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген қанатты сөзін естен шығармағанымыз жөн. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.